Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай керемет дәмді және пайдалы ореховый пирог жасаймыз. Бұл пирогтың дәмі өте керемет болып шығады. Сгущенкаға мейіз бен әртүрлі орехтар қосылған кезде өте керемет дәм береді. Пирогымыздың тестасына бар болғаны ұн, май, қант, жұмыртқа және разрыхлитель керек. Салмасына сгущенка мен мейіз қажет, және кез келген орехтың түрлерін қоссаңыздар болады. Ұнға разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне осылай қатты майымызды теркадан өткізіп қосамыз. Енді май мен ұнды осылай жақсылап араластырамыз. Ұнымыз сол кезде крошкаға айналады, міне осындай ұсақ. Жеке ыдыста қант пен жұмыртқаны араластырып аламыз. Содан соң осы массаны ұнға қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, енді тестамызды жасаймыз. Бірінші қасықпен немесе вилкамен, содан соң қолмен жақсылап басып отырып, осындай біркелкі тестамызды жасап шығарамыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Ол қолға жабыспайды. Оны салафанға салып, холодильникқа бір 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Енді пирогты пісіретін формамызды дайындаймыз. Мен осындай формада пісіремін, 22 сантиметр. Оның астына обязательно осындай пергаментный қағаз саламын. Сосын осының үстіне жаңағы тестамызды саламыз. Оқтаумен жайып, әдемілеп түзу қылдырып салсаңыздар болады, бірақ маған осылай ыңғайлы. Бірінші форманың түбіне осылай тестаны жайып, сосын шет-шетіне осы видеодағындай қылдырып тестаны бортиктарын дейді, бортиктарын осылай жасап шығамыз. Шет-шеттерін осылай бірінші вилкамен түзетіп шығамыз. Содан соң шетін осылай басамыз. Барлығын видеодағыдай жасаймыз. Видеода, мне кажется, барлығы түсінікті. Содан соң бетіне сгущенкамызды құйып, 3-4 ас қасық сгущенкамызды құйып, жақсылап жағып шығамыз. Енді бетіне мейізді сеуіп, оның үстіне өзіміздің кез келген орехтарымызды салып шығамыз. Орех өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен осындай 3 түрлі орех қостым. Пешке салмас бұрын пирогтың беті осындай әдемі болып шығады. Мен осыны әдейі видеоға түсіріп сіздерге көрсетейін дедім. Өте керемет түстер. Енді пирогымызды пешке 180 градусқа 30-40 минутқа саламыз. Міне біздің осындай керемет, өте дәмді, пайдалы, түрі дегенің ерекше болып шығатын осындай ореховый пирогымыз дайын болды. Мен ұмыта жаздадым, пирог піскен соң формада 30 минутқа обязательно суытып аламыз. Содан соң бірақ формадан шығарамыз. Өте керемет дәмді. Сгущенка прям сіңіп, сгущенкаға орехтар сіңіп, керемет дәмді. Пирогқа қажет заттар өте қолжетімді, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.